Сәлеметсіздер ме балалар? Бүгінгі Қазақстан тарихынан өтетін тақырыбымыз қазақ халқының материалдық мәдениеті және қолданбалы өнері. Тақырыпты дәптерімізге жазып қоямыз. Қазақ халқының материалдық мәдениеті және қолданбалы өнері. Бүгінгі біздің мақсатымыз мәдениет, дала, өркениет, материалдық мәдениет, рухани мәдениет, қолданбалы өнер, мәдени мұра түсініктерін қазақ халқының мәдени жетістіктерін сипаттауда қолдану. Екінші мақсатымыз қазақ халқының материалдық мәдениетінің негізгі жетістіктерін анықтау, Қазақстан территориясында тарих этнографиялық үдерістердің үздіксіздігін талдау. Бағалау критерийлері. Материалдық мәдениет туралы түсініктерін кеңейтеді және түрлерін анықтайды. Қазақ халқының материалдық мәдениеті және қолданбалы өнер маңызын сипаттап баға береді. Ең алдымен балалар, біз қазір бейне материал көреміз. Бейне материалға мұқият боламыз, өйткені ол бейне материалға байланысты тапсырма орындайсыздар. Қазақтың киіз үйі. Киіз үй 3 бөліктен құралады. Бірінші, үйдің сүйектері, яғни ағаштан жасалған бөліктері. Екінші, киіздері, бұл үйдің киізден жасалған бөлшектері. Үшінші, арқан баулары, оған баулары, басқұрлары және арқандары жатады. Киіз үйдің сүйектері. Кереге, киіз үйдің іргесін, шеңберін құрайтын негізгі бөлік. Үйдің берік, кең болуы керегеге байланысты. Керегені құрайтын ағаштарды желі деп атайды. Оның ұзыны ері, ал қысқасын сағанақ, балашық деп атайды. Желілерді тесіп, оны түйенің мойын терісімен, өгіздің бас терісінің сірісімен көктейді. Керегенің басымен аяғы сәл шалқайтыла, ал ортасы дөңестеу болып жасалады. Дайын керегені қанат деп атайды. Керегелер бір-біріне таңғыш құр арқылы жалғасады. Керегелер сонымен қатар бас арқан арқылы өзінің беріктігін сақтап тұрады. Ол керегенің бас жағынан тартылады. Сәндік үшін және керегенің басы туырлықты қажамас үшін бас арқанның тұсынан басқыр жүргізіледі. Есік. Киіз үйдің 2 есігі болады. Ішкі есік сықырлауық ағаштан жасалады. Киіз есік. Ол киізден жасалады және сыртқы есіктің сыртынан жабылады. Киіз есік ашық кезде шиыршықталып, маңдайшаға жинақталып қойылады. Ағаш есіктің бөлшектері. Маңдайша, 2 босаға, табалдырық, 2 жарма есік. Сықырлауықты жапқанда маңдайшада бекітілген айналмалы ағаш тиекті бақалақ деп атайды. Уық. Кереге мен шаңырақты қосатын бөлік. Уық алақаны, иіні, қары және қаламы деген атаулардан тұрады. Үйдің көлеміне сай 60-160-тай уық болады. Шаңырақ. Киіз үйдің жоғарғы бас бөлігі. Ол тоғын, күлдіреуіш, кепілдік деген бөліктерден тұрады. Жақсы балалар, біз бейне материалды көріп аяқтадық. Енді конспектке көшейік. Жалпы балалар, киіз үй дегеніміз не? Оқып шығамыз. Киіз үйдің құрылымы оқып шығамыз. Киіз үйдің құрылымы қандай болады?
Енді киіз үйдің түрлерін оқып шығамыз. Ал енді оқып болсақ, бірінші тапсырмамызды орындайық. Бірінші тапсырмада балалар тест берілген. Бірінші көшпелі халықтың негізгі баспанасы А, Б, С таңдаймыз. Екінші сұрақ киіз үйдің қасиетті бөлігі А, Б, С біреуін таңдаймыз. Және үшінші сұрақ киіз үйдің бөліктері. Оны өздеріңіз жазу керексіздер. Және төртінші сұрақ сықырлаулық дегеніміз не? Оны өзіміз жауап береміз. Бірінші тапсырманы орындап болған соң суретке назар аударамыз. Бұл қолданбалы өнер суретін көріп тұрмыз. Қолдан жасаған дүние екенін. Жаңа сөздер. Балалар, жаңа сөздерді мұқият оқимыз. Осы жаңа сөздерге байланысты тапсырмалар болады. Жаңа сөздерді оқып болсақ, тапсырмамызға көшеміз. Екінші тапсырма кестені толтыр. Ер адамның ұлттық киімдері, әйел адамның ұлттық киімдері. Және де жаңа сөздерде ол жазылып тұрған болады. Яғни таңдаймыз ер адамның ұлттық киімін, әйел адамның ұлттық киімдерін. Екінші тапсырманы орындап болған соң үй жұмысына көшеміз. Қол өнер бұйымдарын оқимыз. Қол өнер бұйымдары дегеніміз не екенін. Сосын еге тапсырма. Қолданбалы өнер түрлері және олардың маңызын анықтаңыздар. Жәнегі қол өнер бұйымдарын оқытыңыздар. Соны қолдана отырып, пайдалана отырып, осы үй тапсырмасын орындайсыздар. Және рефлексия. Мен білдім, мен түсіндім, мен ойландым, мен таңғалдым, мен үйрендім. Сонымен балалар бүгінгі сабағымыз аяқталды. Сау болыңыздар.